Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қазақ халқының қарапайым шежіреші, ақыны, халықаралық жазушылар одағының мүшесі, Жаңаөзен қаласының құрметті азаматы, халықаралық бейбітшілік әлемі Қазақ творчестволық бірлестігінің ұлт мақтанышы медалінің иесі, Өзен мұнай сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұжымының құрметті мұнайшы жөндеуші зейнеткері, өнегелі отбасының иесі Қаржабай қажы Рейімбайұлының 70 жасқа толу мерейтойына арналған концертке қош келдіңіздер. Ендеше Маңғыстау телеарнасындағы қазақ ақын сазгерлерінің ән жырлары мен күйлерін насихаттауға арналған сөзбен саз бағдарламасының 69-шы кезекте санының есебімен өтіп отырған Қаржабай Рейімбайұлының өнерім өмірімнің өзегінде атты жыр кешін бастауға рұқсат етіңіздер. Қазақ халқының сүйікті ақыны Есенғали Бөкенбаев айтқан екен: арманы болмас ақынның сөздері қалса артына. Ел көңілі көншімес сөздері нәрсіз таңқыға. Аққан бұлақ болмаса көптің мейірі қанбайды сорғалаған тамшыға. Ер қанаты жүйріктер желде есіп жеткізер сипатпай сауыр қамшыға. Өлеңдерің бұлақтай, өнегелі шырақтай мұнайшы менен малшыға. Сөйлегенде шешенсің, ергендерге көсемсің, қайтпас алғыр қаршыға. Көптің көңілін табасың, сыннан өттің талқыға. Сұмдығың жоқ ойыңда, арамды жоқ бойыңда, ақ көңілсің аңқыма. Ұлағатты сөз айтып, ел мүддесін қорғастың, толғанттың жұртты шаршыда. Есенғали ағаңыз қуанады ерекше, абыройлы даңқыңа деп баға берген екен. Ендеше бүгінгі кештің иесі, шежіреші, 70 жас мерейтойдың иесі Қаржабай Рейімбайұлын сахнаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Өнерім өмірімнің өзегіндей, 70 жас жеткен жеміс белесімдей, ұлтыма ырзалықпен бас иемін. Құрметтер өнерліні төресіндей. Құрметтер өнерліні төресіндей, қазақ ел бірлік достық кемесіндей, тағдыры табыстырған адамзатқа қазағым мол мейірлі егесіндей. Өлең жыр терме толғау әнім сыйым, сырлассақ көңіл ашар мәнім сыйым. Пікірлер жан азығым жайсаң айтар, жан күйер елім жаным сәнім жиын. Ендеше аға, жайғасып отырып алсаңыз болады. Сізді құттықтау үшін алғашқы сөз кезегін 4 бірдей тұлғаға бергіміз келіп отыр. Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары Құдибаев Нұрберген Өтебайұлын сахнаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Және сонымен бірге Маңғыстау облыстық ғылыми әдістемелік және мәдени қызмет көрсету орталығының директорының орынбасары Нұрболат Көшкімбайұлы Құдысов мырзаны, және сонымен бірге облыстық ардагерлер кеңесінің атынан және Жаңаөзен қалалық ардагерлер кеңесінің атынан Жүзбай Күмісбаев мырзаны сахнаға шақырамыз. Ассалаумағалейкум. Құрметті жерлестер, бүгін біз өнерге танымал, қоғамда өзіндік орны бар, өнегелі істермен көптің ықыласына бөлініп жүрген ардагер, ақын шежіреші Қаржабай Рейімбайұлының 70 жас мерейтойына арналған шығармашылық кешіне жиналып отырмыз. Қаржабай ағамыздың қалың оқырман, халықаралық жазушылар одағының мүшесі ретінде жақсы біледі. Ол ер шотан, өлеңім өмір айнасы, арқалы ақпан батырым тағы да басқа туындыларын және бірқатар терме төлгеу өлеңдерінің авторы. Ақынның шығармалары оқырмандарды отансүйгіштікке, өз елінің тарихына, салт дәстүріне терең бойлай білуге тәрбиелейді. Сонымен қатар Қаржабай Рейімбайұлы халық даналығынан туған мұра, халықтың асыл қазынасы болып табылатын шешендік өнерді дәріптеп жүрген ақын. Ағамыздың ғибараты, ғұмыры, жылдар бойы жинаған тәжірибесі баршамызға үлгі, өнеге.
ағамыз Жаңаөзен қаласының қоғамдық өміріне етене араласып, әсіресе жастарды ата-бабаларымыздың келіп жеткен салт дәстүрмен сабақтастыра отырып тәрбиелеуді қосып жатқан үлесі орасан зор. Өскелең ұрпақтың бойына ізгілікті, мейірімдікті, адамгершілікті, кішінің сыйлау, үлкенді құрметтеу үйретіп, отбасы қоғамның ең маңызды іргетасы болып табылатын жастарға үнемі айтып келеді. Өнегелі отаудың өрісі кен, дейді дана халқымыз. Құрметті Қаржабай аға, сіз бүгінде өркен жайған үлкен бір әулеттің ақылшы тірегі, арқа сүйері болып отырсыз. Сізді 70 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтай отырып, сізге зор денсаулық, береке, ғұмыр, шығармашылық, шабыт, әулетіңіздің аманшылығын тілеймін. Қала әкімінің өзінің құттықтау сөзі бар, және сыйлығы бар, сол табыс етуге рұқсат етіңіздер. Жаңаөзен қаласы әкімінің арнайы сыйлығы, соны өмірге құттықтау хатын тапсырамыз. Мерейтой құтты болсын аға. Құттықтап қойыңыздар, құрметті көрермендер. Және сахнаға Өзен мұнай сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Қанағат Мұңтұрхан ағамызды да шақырамыз. Ардақты ағайын, қадірлі Жаңаөзен қаласының тұрғындары және осы кешке келіп отырған қонақтар. Бүгін мұны Қаржабай Рейімбайұлы ағамыздың тамаша мынадай кешінде баршамызда куә болып отырмыз. Қаржабай ағамыз мәдениет пен өнер саласында көп жылдар, ұзақ жылдар осы жемісті қызметін атқарып, өзінің қосқан үлесі зор. Жаңада шет жағасын көріп отырсыздар. Осы кештің басында көріністен. Бүгін мынау шығып атқан жасыңыз құтты болсын, аға. Жасыңызға жас қосылсын, әлде де Құдайдың берген жасын жасай беріңіз. Сізге тек Алла қуат берсін, отбасыңызбен аман сау жүріңіз. Енді мына облыстық мәдениет басқармасының атынан өзіміздің дайындаған бір сый-сияпатымыз бар. Өздері келе алмады. Мынау жылдың аяғы облыс орталығында көптеген шаралар жүріп жатыр. Сол себептен келе алмады, бірақ келе алмаса да өздерінің жүрек жарды ақ тілектерін мына ішінде жазып жолдап бер жеріп отыр. Және оған қоса мынадай құнды сыйлығымыз бар. Баба Сарын, Баба Маңғыстау өнер шеберлерінің антологиясы деген. Соны табыс етуге сізге рұқсат етіңіз. Шын жүректен құттықтаймыз. Облыстық мәдениет басқармасының атынан арнайы сәлем жолдап жатыр екен. Құттықтап қойыңыздар, құрметті қонақтар. Және Республикалық ардагерлер ұйымы қоғамдық бірлестігінің Маңғыстау филиалының төрағасы Серікбай Төлетовтың атынан арнайы алғыс хатты оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті Қаржабай Рейімбайұлы, сіз адам ғұмырының биік бір белесі, 70 жасқа шыққан туған күніңізбен құттықтаймыз. Ел жұртыңыздың ерекше ықылас ниетіне бөленіп отырған қазыналы қария жасыңызбен шын жүректен ізгі тілекпен құттықтауға рұқсат етіңіз. Тарлан тарихымыздың тал бесігі тербелген Бесқала жеріндегі балалық шағыңыздан бастап, бүгінгі күнге дейінгі өміріңіздің сан алуан бел белестерінде ізгілікпен өрілген іздеріңіз сайрап жатыр. Сізді қасиетті Маңғыстаудың рухани жағынан жан-жақты дамуына, ұлан-ғайыр даламызда ұлы бабалар рухының ұрпақтар санасында ұран болып жатталуына өзіңіздің қажымас қайраткерлігіңіз арқылы ересен үлес қосып келесіз. Сіздің қаламыңыздан туған шынайы шығармаларыңызбен дауылпаз жыр дастандарыңызды ел жұртыңыз жоғары бағалайды. Игілікті істеріңізді өскелең ұрпақ үлгі тұтады. Бүгінгідей мерейіңізді тасытқан мерекелі мезетте деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, балаларыңыздың бақытына бөленіп ұзақта
ұлағатты ғұмыр сүруіңізге басыңыздан бақ береке, шаңырағыңыздан шат мереке ортаймасын деп тілектестік білдіреміз. Құрметпен төраға Серікбай Төлетов, Ақтау қаласы, 2022 жыл. Құрметті Қаржаубай аға, Ардагерлер ұйымы Республикаға қоғамның бірлестігінің Жаңаөзен қалалық филиалы, Ардагерлер ұйымы кеңесі сізді 70 жасқа толуыңызбен құттықтап, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, жанұяңызға бақыт, туысқандарыңызға бірлік, алдағы өмірде құт береке, ұрпақтарыңыздың болашақ өміріне қызықты да толағай табыс кезеңдерін жалғаса беруін тілеп, отбасыларыңызға мол жаңалықтар болуын қалаймыз. Жастайыңыздан ата жолын ұлттық тәрбие алып, ел алдындағы азаматтық борышыңызды абыроймен өтеп, Жаңаөзен қаласының өндірістік мекемелерінде қызметтер атқарып, қаланың көркеюіне, мұнай-газ саласының артуына ерекше үлес қостыңыз. Абыройлы еңбегіңіз нәтижесінде Жаңаөзен қаласының құрметті азаматы атанып, мерекелік төсбелгілерге де ие болдыңыз. Ата-бабалардың рухына киелі Маңғыстауға келіп, дәстүріміз бен салтымыздың, әдет ғұрпымыздың насихаттауға үлес қостыңыз. Киелі өлкенің топырағын аунап, бойыңызға шығармашылық дарын ұялап, ата-баба тарихына бағытталған өлең жолдары, жыр шумақтары өмірге келіп, көптеген кітаптарыңыз баспадан шықты. Жұбайыңыз бен ұл қыздарыңыз тәрбиелеп өсіріп, ұрпақтар сабақтастығын жалғастырып жүрсіз. Мерейлі жасыңызбен құттықтап, ел жұртымызға құт береке, әр шаңыраққа шат береке, жасампаздық істерімізді жалғастыра беріп, өмірімізге шырайлы да шуақты тұрмыс тілейміз. Ардагерлер ұйымы Жаңаөзен қаласы, Жүзбай Күмісбаев, төрағасы. Ел ағаларына алғыс білдіреміз, рахмет айтамыз. Ақынымызды, шежіреші қартымызды құрметтеп жүре беріңіздер. Үлкен рахмет айтамыз. Және естелікке суретке түсіп алайық. Және осы кісілердің құттықтауынан кейін арнайы Астана қаласынан сәлем жолдап жатқан Республикалық ардагерлер ұйымы орталық кеңес төрағасының бірінші орынбасары академик Өмірзақ Озғанбаевтың арнайы құттықтау хатын тапсыруға рұқсат етіңіздер. Ал ақсақалдың видео сәлемін лид экраннан тамашалауға шақырамыз. Құрметті Қаржаубай Рейімбайұлы, бүгінгі үлкен мерейтойыңызда сізді шын жүректен құттықтаймын. Сіз елге үлкен еңбек сіңірген тұлғасыз, ақынсыз, жазушысыз, шежіресіз, соған қосымша өзен мұнайын игеруде, халықтың игілігіне жаратуда елеулі үлес қосқан тұлғасыз. Көптеген кітаптарыңыз жарық көрді. Сіздің өміріңізде алып ұстаздарыңыз болды. Сол ұстаздарыңыздың бірі Өмірзақ Қалыбайұлы еді. Өмекеңнің тапсырмасымен сіз талай жұмыстарды, әсіресе халықтық шежірелерге мән бердіңіз, бет бұрдыңыз. Жалпы Бесқала өңірінде біздің халқымыздың небір асыл ұлдары өмір сүрді. Олар халықтың шежіресіне, тарихына өте мұқият еді. Сіз сол кісілерден өмірлік сабақ алдыңыз. Мінеки бүгін елдің қалаулы халықтың Қаржаубайына айналып отырсыз. Бүгінгі ұлы тойыңыз күні сізге ұзақ өмір, мықты денсаулық, отбасыңызға бақ береке тілеймін. Аман болыңыз. Астанадан арнайы сәлемдеп жатқан ақсақалымызға Алла қуат берсін дейміз. Енді осы Өмекеңе арналған бір жақсы әдемі ән бар. Өмірзақ Озғанбайұлының құрметіне арналған әннің сөзінің авторы бүгін кештің иесі Қаржаубай Рейімбайұлы, сазының авторы Әнес Қарабасов. Орындайтын автор Әнес Уәлиұлы. Қарсы алыңыздар.
Ассалаумағалейкум. Өмір зағым жан күйер елінен, Маңғыстауым атамекен жерінен, ізденім паз самғат білім көгінен, рухымен қуат берген ерімен, замандасты жетелеген өрінен, Алла берген абыройды тегелек, құрметтеймін бас иемін сөзіне, дарынды саясат сардары, елінің мүддесі арманы, ұрпаққа үлгілі іс сөзі, тағылымды тәрбие талғама. Өмір зағым ардагерлер ағасы, мәдениет тарихтану данасы, ізеттелі үлгілінің дарасы, рақымды қуат берген сағасы, зияткерлік қоғамдаму панасы, азамат ардақтаған алашы, құдіреттің сияр рух санасы, дарынды саясат сардары, елінің мүддесі арманы, ұрпаққа үлгілі іс сөзі, тағылымды тәрбие талғама. Саясат сардары, елінің мүддесі арманы, ұрпаққа үлгілі іс сөзі, тағылымды тәрбие талғама. Ұрпаққа үлгілі іс сөзі, тағылымды тәрбие талғама. Келесі Қаржобай Рейімбеұлының сөзіне жазылған қазақ елім дейтін әнді қабыл алыңыздар. Қошеметте отырайық. Отбасым һәм отаным,
өзіңмен зор бағым, қазақ елім алғыс алған баталым, қазақ елім асыл арман қорғаным, қазақ елім қорғансызда бағатын, қазақ елім мырзалық пен озатын, қазақ елім кеңге жайған қанатын, қазақ елім бақ жұлдызың жанатын. Қазақ елім мәңгі дәстүр салтымен, қазақ елім берік рух нарқымен, қазақ елім ұлы еңбек даңқымен, қазақ елім өскен иман шартымен, қазақ елім таянышым тірегім, қазақ елім қару қайрат білегім, қазақ елім жаным жалғыз жүрегім, қазақ елім мәңгі жастар тілегім, қазақ елім асыл мұрам бабадан, қазақ елім тобым туыс анадан, қазақ елім ерлік даңқы тараған, қазақ елім азаттықты қалаған, қазақ елім достың досы тұрақты, қазақ елім мейірімді шуақты, қазақ елім асқағылы мұратты, қазақ елім пәкті гүлгі сияқты, қазақ елім үлгі дәстүр салтымен, қазақ елім берік рух нарқымен, қазақ елім ұлы еңбек даңқымен, қазақ елім өскен иман шартымен, қазақ елім таянышым тірегім, қазақ елім қару қайрат білегім, қазақ елім жаным жалғыз жүрегім, қазақ елім мәңгі жастар тілегім. Қошеметті одақ. Қазақ елім жасар мәңгі тілімен, қазақ елім арлы сүнни дінімен, қазақ елім тәрбиелі жырымен, қазақ елім танылған сан қырымен, қазақ елім өнегелі өнерлі, қазақ елім бірлігімен еленді, қазақ елім дәулетімен көгерді, қазақ елім тамсандырған әлемді, қазақ елім үлгі дәстүр салтымен, қазақ елім берік рух нарқымен, қазақ елім ұлы еңбек даңқымен, қазақ елім өскен иман шартымен, қазақ елім таянышым тірегім, қазақ елім қару қайрат білегім, қазақ елім жаным жалғыз жүрегім, қазақ елім мәңгі жастар тілегім. Әнес Қарабасов. Үлкен рахмет. Енді қазақ халқының шежіреші ақыны Абыз ақсақалымыз Өмірзақ Қалбайұлының өзінің сүйікті шәкірттерінің бірі Қаржаубай Рейімбайұлына берген Ақбатам осы үлгілі толғауын тыңдап отырыңыздар. Ол толғауды орындаған Қаржекеңнің туған інісі, республикаға танымал жыршы Қармыс Рейімбайұлы. Экранға назар аударайық. Бастап Алланы толғанып толғау басталы,
ақындар көп арналы, сөзі нәрлі бағалы, сәтті құлдан баталған, сарқылмас бұлық сағалы. Алды мен айтсам сауапты Есенғали ағаны, насихатын ел сүйген алтындай асыл бағалы. Есенғали беріпті Қаржаубайға батаны, жалғасып тау шынжырдай ақындар тізбек қатары. Ағадан іні үлгі алып өнеге дәмін татады. Қазақ соза өзбекке түрікменге жеткен атағы, атадан қалған асыл сөз ғой, арымас деген баталың ой. Аталас ақын бауырым Рейімбай ұлы Қаржаубай, сөзі дерек дәйекті, лағыл гауһар маржандай, шежірелер сыр шетсе, ел ұйқыла салғандай, насихат үлгі сөз айтса, ғибрат жастары алғандай, мағыналы мәні бар, сөзіне көңіл толғандай. Қайдан шықты демеңдер, Қаржаубай ақпы ақынды, ата көрген ожыныр, есіңе түсір нақылды. Қосайдан алтын арқаулы, әуелден сөзге жақынды, бейім пірім ер қосай, сүйегі асыл алтынды. Бай бол батыр шешен би, зұлпы қардай жарқылды. Есенқұл ерде би болған, қызыл судай қарқынды. Қоңыр батыр сақидер мұсылманға тартымды. Ер сұр үмбел ел қорғап, аты аңыз айтылды. Көк тұлпарлы Киікбай, биде батыр айбынды. Әлжан батыр айтқышым, сақтаған елде салтымды. Санақай батыр бейбегім, дұшманын қорқы тартынды. Ер мұра салған ойранды, халқына қорғаны сарқынды. Ырысбай батыр жаурыншы, сақтандырған халқымды. Отан қорғап от кешкен Рейімбайда батырды. Шежіреші ай ақыным, Қаржаубай содан асылды ой. Реті келді-ау айтайын, туған жері Киіксай, бараққа жиын шар екен, дейді едім ұмытпай. Сейіс емші ерде би, көк тұлпарлы Киікбай, Әлжан батыр балуаным, сарт балуанын жығыттай. Қал Ниязға оққағар, сенімді батыр Санақай, 14-інде аттанған Мұрат батыр сескенбей. Қал Ниязбен досанға сарбазы нар кескендей. Жауына ажал атылған жолбарысқа дескендей. Шешендікпен көрінген түйінді дау шешкендей. Алғысын көптің алған дер, тұқымы өрі өскендей. Ырысбай екен әруақты жын періні байлаған, қой жаурынын қолға алып бісмилла деп сайраған. Құран ашып оқыған, сауыққан ауру жайнаған. Ораза намаз иманда, сүннеден жолы таймаған. Аллада сыр көп құпия, фазылын көріп ойланам. Рейімбай ағам от тілді, сескенген сөзін сыйлаған. Жетімді көрген, жетілген, жалқа балла нұрлы адам. Киікбайдай кескінді, әруақты сырлы адам. Әлжандай би шешкір тіл, әділін айтсаң тыңдаған. Санақайдай серпінді, Мұраттай жаудан қаңбаған. Қаржаубай інім белгілі, тілінде бар ай билігі. Сынға түсер сәт туса, ер жүрек бар ерлігі. Шежіреден білімді, болған жоқ әлі кемдігі. Ізімді басар інім деп, ақ батамды осай үлгілі. Қосайдың берген ақ жолын оу, шежіре жырдың дүлділ ой. Қаржаубай жігіт сынында,
жеңімпаз болды-ау аймаққа, дарынды тілмен жырлауда, шежіре шынды жаймаққа, насихат өлең толғауы, айналды алмас қайраққа, төсінген халқым құрметтер, асыл сөзін байқапта, сақтағай Аллам тіл көзден, төсірмей тағдыр тайғаққа, сұлу мүсін тұлғалы, сұлтан жігіт Қаржаубай, жылқыдағы көк суын бәйге бермес тұлпардай, құс ішінде қыраны, арлан ілер сұңқардай, ары үшін аянбас, жауын жайпап құртардай, сөйлесің сөзі шырын бал, қызғалдақ иісі жұпардай, Қаржаубайға панасы, үміт ару анасы, мұңал жаулы жарыды мете мерген нағасы, мете ұрпы орақбай, нағашы туыс ағасы, жел өткізбе жиенге, қамар тонды жағасы, Қаржаубайды жиендеп, сыйлар мұңал данасы, жеңгем үміт анасы, аруда ақыл толықты, отана мырза қонақшыл, дастарқаны молықты, көтере айтқан сөз емес, көзім көрген анықты, күле сөйле тіл қатқан, мінезі жебек мамықты, жаннаттық болар жеңешем, мырзалығын танытты Қаржаубайдың інісі қой бағар екен ырысты болар себебі, адал істер жұмысты, Құдай берген күш қуат, жұмысқа кең танысты, адал істер шын сөйлер, жеткізбес көзек сыбысты, қоңсы туы сыйласқан, бірлігі болғай жұғысты, Қаржаубайға інісі, қармыс жырау танылған, Қаржаубайдың қолында баптап пәктеп бағылған, тыңдаса халқы қармысты, жырмар жандай ағылған, қона жатып тыңдайды, жырға шөлдер сағынған, Алла ашқай бағын деп, ақбата берем жанымнан, Қаржаубайға туыстар, екеу апа қарындас, түймешпенен қоңырау, жүрер жолдан жаңылмас, бауыр үшін жан берер, бейне құсты қарлығаш, иендерде жібектей, қатынасы арылмас, жақсы апа қарындас, Алла жар бол бағынаш, Қаржаубайға қайын жұрт, қара жоны табының, Қашынбай қайын атасы, үлгісіндей дабылдың, Мырзагүл қайын енесі, жақайымнан жан ізгім, екеуінен дәметкен, ару келін мағыздым, ай мен күндей нұр жүзді, асылындай лағылдың, дәметкен ару келінім, кездесі сыйла бейілген, құрметіне ырза боп, бақыт тілі сүйінгем, қонақ жайлық әуелден, құрметінен білінген, жеті ұл қыз өсірген, мейірлене күлімдер, Қаржаубайым гүлім дегенде, мейірлене пірімдер. Қаржаубай күшін салғанда, Жаңаөзенге алғашқы құрметтеліп барғанда, 92 мешін жыл бар жұлдызым жанғанда, өз үйімдей төрінде оңғын қонақ болғанда, қосайдай ақжол бол дедім, қожайып батай алғанда, жыр шежіре ер шотан, оқырмандар сүйетін, өлеңім өмір айнасы, насихат пайда тиетін, кітаптары қолда жүр, жан сезімі иетін, ас тойларда басқарар азамат еліп білетін, бес парызды орындау, иманды жолы жүретін, отбасын бағу талабы, жұмысы газбен мұнайда, ар иманын бек сақтап, жағады жалғыз Құдайға, жаны тәні сүйкімді, көз тартатын шырайда,
хақтан тілер қазақтың ел болуын қалайда. Құрмет елге Қаржаубай, алаш алшын адайға. Қаржаубай інім шәкіртім, Қаржаубай інім шәкіртім, жазба ақын шежіре, тұқымды жүрі қосайдан, ұруқ нұр егін егілге, тұбы туыз бауырым, төрт байбұлдан кегіме, тең келетін адамыз, шежіреден шенінме. Өзімнен артық болғай деп, ақбата бердім өзіңе, қолыңды жай Қаржаубай, адайдай өскей ұл қызың, иманды сүнне салтымен, арлы ұл қыз жұлдызың, дәметкемен қосағар, жараспай мәңгі дәм тұзың. Өлгілі болғай отбасың, мәнді болғай тұрмысың, 250 жыр жолым, өмірді сыйлар, жыр мүсін Ай бәрекелді. Осы жырды орындаған Қарымыз Разбаев деген көкем сахна залда отырма. Бір орыннан көтеріліп қойсын, сосын мынау концерттің соңына дейін залдың жарығын толық қосып қойыңыздаршы, өйткені режиссер қайта-қайта көрермендерді түсіре алмай жатыр. Қареке, қол соғып қойыңыздар. Төрде отыр екен. Ағаңыздың мерейтойы құтты болсын.